Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы интеллектуалды музыка. 28-ші сабақ оқулықтан 104-ші бетті ашып қарауларыңызға болады. Ендеше оқушылар, бүгін біз нені үйренеміз, не білеміз? Бүгінгі сабақ барысында біз біріншіден интеллектуалды музыка бағыттарымен танысамыз. Заманауи музыканың ерекшеліктерімен танысамыз. Интеллектуалды музыка терминдерін біле аламыз. Заманауи техникада жазылған шығармалардан үзінді тыңдайтын боламыз. Және де қазақтың Арман-ай атты халық әнін үйренетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ауызша және жазбаша жұмыстарды орындау кезінде музыкалық терминологияны қолдану. Көркемдік бейнесін шығару кезінде музыкалық және басқа да өнер туындыларының әсерлеуші құралдарын салыстыру. Ақыл ойға сүйеніп, рационалды әдіспен шығарылған музыка көне заманнан бастау алды. Энциклопедист ғұлама ғалым Әбу-Насыр әл-Фараби музыканы математиканың әдістерімен зерттеген болатын. Ал Еуропаның атақты композиторы Иоганн Себастьян Бах фуга атты көп дауысты шығарманы ақыл оймен пішіп, әр дауыстың жүргізілуін ережеге бағына жазды. 20-шы ғасырда компьютер тарала бастаған соң, музыканың мүмкіндіктері арта түсті. Қазіргі таңда компьютерлік музыкадан басқа электронды музыка, заманауи музыканың көптеген бағыттары пайда болды. Сонымен бірге алуан түрлі қазіргі заманғы композиторлық техникалар қолданылып келеді. Әсіресе электронды музыканың қазіргі таңда әр түрлі бағыттары өріс алды. Музыкалық бағыт, яғни транс, адамды өмірде жоқ, бейқам көңіл күйге бөлейді. Бұл электронды музыка түрі өте қарапайым би ырғақтарының қайталануынан құралған әуенге негізделеді. Техно табиғатта кездеспейтін машина дыбысына ұқсас синтетикалы дыбысты әуеннің бірнеше рет қайталануынан құралатын электронды музыка түрі. Драм бас өзгермелі ырғақ пен жылдамдық маңызды рөл атқаратын электронды музыка стилі. Индастриал электронды музыкасында механикалық дыбыстар эстетикасы жатыр. New Age электронды музыкасының басты міндеті адамды рахатқа бөлей отырып, жағымды сезімдерді ояту. Ол әсіресе стресске қарсы және йога сабақтарында көмектеседі. Заманауи композиторлар әр түрлі техникаларды пайдаланады.
Өздеріңіз тыңдаған интеллектуалды музыкалық шығарманың авторы Әділ Бестібаев. Әділ Бестібаев сазгер, қазақ композиторы, үрмелі музыка әлемінің алғашқы ондығына кіреді. 1977-1982 жылдар аралығында Алматы консерваториясында КСРО халық әртісі, композитор Ғазиза Жұбанованың композиция класы бойынша оқыды. 1989 жылы Мәскеу консерваториясында Ресейдің халық әртісі профессор Сидельниковтың тәжірибесінен өтті. Алматы консерваториясының доценті, үрмелі оркестр үшін бір қатар шығармалар жазды. Атап айтар болсақ, Азия дауысы, Ұлы модуль, Бәйтерек балеті, Тәңірдің құрбаны симфониясы. 1990 жылы алғашқы қойылымнан кейін ақш-та Азия дауысы маршы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жұлдыздар оркестрінің ең танымал қайраткері болды. Қазіргі таңда Әділ Бестібаевтың үрмелі аспаптарға жазған шығармалары Германия, Австрия, Франция, ақш, Швейцария, Испания, Голландия, Ресей, Швеция, Таиланд сынды мемлекеттердің үлкен сахналарында орындалып жүр.
Сіздер тыңдаған кереметтей интеллектуалды музыкалық шығарманың авторы Ақтоты Райымқұлова. Ақтоты Рахметолла қызы Райымқұлова, сазгер, композитор, көптеген интеллектуалды музыкалық шығармалардың авторы. Атап айтар болсақ, Аспан көш балетінің, Толғау, Дала сыры, Жәмилә, Асар симфониялық поэмаларының, 20 спектакль мен кинофильмнің музыкасының авторы. Оның ішінде Періштеге хаттар, Астана махаббатым менің, 3 кантатаның, Ежелгі тұран симфониеттасының, 300-ден астам әннің авторы. Балалар, біз жоғарыда сабақ барысында айтып өттік. 20 ғасырда компьютер тарала бастаған соң, музыканың мүмкіндіктері арта түсті дедік. Қазіргі таңда барлық музыка компьютерлік, композиторлық техникалар қолдану арқылы жасалады. Оған бір мысал ретінде мен сіздерге бүгінгі үйренетін Арман-ай халық әнінің әуенін, яғни музыкасын компьютерлік программа арқылы қысқаша үзіндісін арнайы жасап, оны сіздерге көрсетемін. Профессионалды музыка жасау программалары өте көп. Мен бүгін сіздерге осы әуенді FL Studio деп аталатын программа арқылы мысал келтіремін. Бірінші, Арман-ай халық әнінің үзіндісін тыңдап алайық. Өздеріңіз байқағандай, бір әнді жасап шығару үшін бірнеше аспаптық дыбыс қажет. Әр дыбыстың өзіндік орны, бояуы болады. Әр қайсысы әуенге әр береді, дыбысты әдемі ете түседі. Бір әннің әуені жасалу барысында бірінші негізгі әуен болады. Негізгі әуен мынау. Мен негізгі әуенді фортепиано аспабының дыбысымен ойнадым. Ал қалғандары сол негізгі әуенді көркемдеу мақсатында қолданылады. Компьютерлік программаның бір кереметі бүткіл оркестр және хордың дыбысын бар жоғы бір ғана программаның көмегімен оңай көрсете алады. Мінекей оқушылар, өздеріңіз күнделікті тыңдап жүрген, айтып жүрген әндеріңіздің музыкалары мінекей дәл осылай жасалады екен.
Ендеше оқушылар, бүгінгі тыңдайтын және жатқа орындайтын жаңа әніміз халық әні Арман-ай деп аталады. Ойлап тұрсам бұл дүние шолақ екен оу. Бұл өмірге адамдар қонақ екен ай, арман-ай. Өтеді дүние оу, жалған-ай, арман-ай. Өтеді дүние оу, жалған-ай. Қызғалдақтай хей құлпырған, қайран жаздаған, қара жерге хей қар жаумас болады екен ай, арман-ай. Өтеді дүние оу, жалған-ай, арман-ай. Өтеді дүние оу, жалған-ай. Қудым сені ей дүние, жалықпай ағай. Ұстатпайсың ай судағы балықтай ағай, арман-ай. Өтеді дүние оу, жалған-ай, арман-ай. Өтеді дүние оу, жалған-ай. Балалар, үй тапсырмасын алайық. Интеллектуалды музыка деп қандай шығарманы атауға болады? Заманауи электронды музыканың бағыттарын ата. Өзің білетін заманауи музыка шығаратын сазгерлер жайлы әңгімеле. Қазақстан сазгерлерінің ішінде электронды музыкаға үлес қосып жүрген композиторлар жайлы ақпарат ізде. Арман-ай халық әнін жатқа орындау. Балалар, біз осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.